Неге Мағжан Жұмабаев пен Тұрар Рысқұловтың абақтыда түскен соңғы суреттері жоқ? Тәуелсіздік алған жылдары алаш зиялылары халқымен қауышты. Кітаптары оқырман қауымның қолына тиді. Ақ білек, бақытсыз жамал, Қартқожа кітаптары жаппай оқыла бастады. Алаш қайраткерлерінің түрмеде түскен соңғы суреттері интернет кеңістігінде өріп жүр. Атылар алдында міндетті түрде тұтқындарды суретке түсіретін болған. Бізді таңғалдырған бұл жайт емес. Кеңес заманында жоғары қызметтерді атқарған Тұрар Рысқұлов пен сыршыл ақын Мағжан Жұмабаевтың соңғы суреттерінің болмауында. Шерхан Мұртаза Тұрар Рысқұловтың 1943 жылы қапаста қайтыс болғанын жазса, Бауыржан Момышұлы 1948 жылы Мағжанды көргенін айтады. Кімге сенеріңді білмейсің. Қазір бізде не көп, ғалым көп. Түсініксіз әдістемелік кітаптардан басын ала алмайсың. Өзге түгел, өзің де түсінбейсің. Дулат Исабековтың Пушкин танушыларды айтуы бойынша, оның өмірінде белгісіз боп келген 3-ақ күн бар екен. Қалған күндерінің бәрі тарих бетінде сайрап тұр. Ал бізге түбегейлі зерттеу керек. Әйтпегенде мұндай әңгімелердің өрістемейтіні заңдақ.